отырып, ақшасын күні бұрын төлеп тастауға мүдделі. Ал Саудия кіммен соғысайын деп тұр? Қазіргі мысалы Израиль мен Америка бір кеше Йеменнің хуситтерін бомбалады ғой. Ал Саудия кезінде еламан жұрттынышта сол Йеменді бомбалап тастаған. Енді кеше Америка мен Израиль бомбалап Йеменнің анау бір портының күл талқаны шығарған кезде Саудия не деді? Біз бұл соғысқа кіріспейміз деді. Неге мәз болып отыр? Анау араб мекен деп жан ашыды ма? Жоқ. Йемен араб, бірақ Саудия жан ашымайды. Палестин араб, бірақ Саудияның жан ашымайды. Газалықтар араб, бірақ египеттіктер есігінен сығалатпайды. Шекарасын тарс жауып, соғыстан қашқан бір палестиндікті кіргізбей отыр. Эфиопия, Иордания кіргізбей отыр. Міне, араб солар. Ал біздің айдалада қазақшы, ой-бай, Палестин деп қазақтар жыртылып қалды ғой. Не деген бауырмал қазақ. Солар кезінде арабтан қаңғып келген сүмелектер ғой деймін, сол қаңғып келген сүмелектердің ұрпағы солар. Есегіне теріс мініп, алақоржынын арқалап келген сол заманда солардың сүмелектері ау деймін, ана қаны тартып бара жатқан. Ал Қытайда қазақтың 500 миллионы геноцидке ұшырап жатқанда, бір қазақ аңырамайды ғой, бір қазақ өлең шығармайды, бір қазақ анау 200 метр, 300 метрге очередке тұрып, Қазпоштадан газаға не салып кеткен ғой, одеял, табақ, ыдыс-аяқ, мясорубка, рисорубка салып кеткен ғой қазақтар. Ой-ба. Неге идеология? Неге? Идеология. Өзінің қазағын жек көретін, айдаладағы арабты жақсы көретін идеология. Мен ол жерде өліп жатқан, қырылып жатқан әйелдерге көмектеспе, ана бомба түсіп жатқан арабтарға көмектеспе демеймін. Оларға мен де жаным ашиды. Мен де жаным ашиды. Мен де бір $100 ақша сап қойдым, олардың осы жақта жылу жеп жатқан бір қорларына, гуманитарлық жаңағы Біріккен Ұлттар ұйымының қорына ақша сап қойдым. Чегім бар. Сап қойдым. Неге? Өліп жатқандар бейуаз адамдар. Ал бірақ тура сондай аңырап жылаған балалар қазақтарда да болды ғой. Әке, шеше деп аңырады ғой. Біз 50-60 жинап Қытайдың елшілігінің алдына ереуілдетіп бардық қой. 50-60 баланы жинап. Сонда бір қазақ мына аңырап жүрген балалар деп бір одеял бергенін көрген жоқпыз. Жоқ. Бір қазақтың ақыны шығып Газадағы бауырым деп өлең жазғанын көрген жоқпыз. Мұхамеджан Тазабек Фейсбукте өлең жазыпты. Жаңа бауырым Газадағы, о деп өлең жазыпты. Сосын оның аты Мұхамеджан. Жоқ. Бір қазақтың ақыны шығып Газадағы бауырым деп өлең жазғанын көрген жоқпыз. Мұхамеджан Тазабек Фейсбукте өлең жазыпты. Жаңа бауырым Газадағы, о деп өлең жазыпты. Сосын оның аты Мұхамеджан Тазабек емес, Мұхамеджан Газабек деп қойдық. Артынан соның өлеңін бірнеше рет сынап едік, өшіріп тастапты, бірақ скриншоттар тұр. Фейсбукте елдер сақтап алыпты скриндерімен. Тұр. Көрдіңіз бе, ана кісі бірден өшіре қойған. Бұл жерде не? Солар Қытайда қиналып жатқан қазағы, геноцидке ұшырап жатқан қазағына бүкіл жер әлем болып дабыл қағып, бүкіл Біріккен Ұлттар ұйымы мына геноцидті тоқтат деп, бүкіл Еуроодақ мына геноцидті тоқтат деп, бүкіл адамзат қоғамы, міне Біріккен Ұлттар ұйымы адамзат қоғамының өкілі ғой. Солар мына Қытайда геноцид болып жатыр дейді. Яғни тұқымымен жою қылмысы дейді. Геноцид деген нәрсе не? Тұқымымен жою, тұқымын тұздай құрту деген сөз. Сол кезде солар, бауырым, Алтайдың ар жағындағы бауырым, түрменің түбінде шіріген бауырым деп өлең жазды ма? Жоқ, жазбайды. Неге? Оны жазса Назарбаевқа жақпайды, оны жазса Ши Цзиньпинге жақпайды, оны жазса Путинге жақпайды. Ал неге Газадағы бауырларына өлең жазады? Себебі Газаны осы отқа орап отырған Қамасты кім қолдап отыр? Ши Цзиньпин қолдап отыр, Путин қолдап отыр. Ал Ши Цзиньпин мен Путиннің кесік құлаққұлы Назарбаев пен Тоқаев онда Газаны қолдай бер, себебі ана екі құдайға жақса болды ғой. Не көрдіңіз бе? Орыс құдай мен Қытай құдайына жақса болды ғой. Сондықтан олар Газа тақырыбы лицензионный тақырып, ол туралы жазуға болады. Ал Қытайда қазақ тақырыбы не лицензионный. Ол тақырып жазса Назарбаев құдайына да, Тоқай құдайына да, Путин құдайына да, Ши Цзиньпин құдайына да жақпайды, сондықтан ол туған бауыр болса да жазбайды. Міне біздегі аталмыш діндарлардың сыйқы осы. Аталмыш ұлт қайраткерлерінің сыйқы осы. Міне. Көрдіңіз бе? Міне осы әңгіме отыр. Әңгіме осында тұр бауыр.